менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Достарыңызбен және сондай әлеуметтік желілерде бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін тағы да сіздермен осындай теңіз капустасымен жасалатын салаттың рецептісін бөліскім келеді. Бұл теңіз капустасы йодқа өте бай, көкөністердің ішіндегі ең байы осы теңіз капустасы. Сондықтан 100 грамын күнделікті адам тұтынып тұру керек, күнделікті организм керекті йодты алу үшін. Сондықтан жиірек қолдануға сіздерге кеңес беремін. Осындай теңіз капустасын қалай дайындау керек екенін мен төменде видеоларымда бар. Мен соның ссылкасын сіздерге қалдыратын боламын. Ұзынырақ болғандықтан, кішкене ыңғайсыз болатын болғандықтан осылай кесіп алыңыздар капустаны. Және осындай бір тұздалған қиярды да уақыттап турайсыздар. Теңіз капустасы йодпен организмді қаншалық толықтырса, сіздердің организмдеріңізде соншалықты иммунитеттер жоғары, ауруға төтеп бере алатындай керемет болып нығая түседі. Сондықтан жиі пайдаланыңыздар. Міне осындай 2 жұмыртқаны суға пісіріп алып, оны да осылай турадым видеодағыдай. Өте жеңіл, тез жасалатын салат. Жасап жүріңіздер. Және осындай